Солтүстік Қазақстан облысы, Жамбыл ауданы, Есперлі ауылы. Батыр бабаларымыз ақ найзаның ұшымен, ақ білектің күшімен сақтап қалған қасиетті жеріміз бізге аманат. Менің отаным, менің туым халықтық бастамасын қолдаймыз. Егемендігіміз мәңгі болсын дейді түлкі тымақ пен саптама етік, зерлі шапан киген Есперлі ауылының тумалары. Ассалаумағалейкум Қазақстан халқы. Бүгін міне жиналып отқанымыз солтүстік Қазақстан аумағы Жамбыл ауданының Есперлі ауылының тұрғындарынан, алыс жақыннан келіп жатқан еліміз, жұртымыз, азаматтарымыз бүгін осы тойға басымыз қосылып жатыр. Туымыз желбірей берсін, Қазақстанымыз мәңгілік болсын. Еліміз, халқымыз жасай берсін. Әуелі Құдай оңыңдасын, оң жолына бастасын. Бүгінгі беріп жатқан челленджлеріңіз тәуелсіздіктің 30 жылдығына арналған. Алла тағала қабыл етсін, елімізге тыныштық берсін, аспанымыз ашық болсын, тәуелсіздігіміз молынан болсын. Қайсар қазақтың арысың, жанысың, бағысың, барысың. Ай, жүрегің қазақ сенесің бе? Өткенге үңілме, тәубеде бүгінде. Жақсатқа, мақсатқа жетесің түбінде. Баянды бақытың өзіңнің, тіліңде, дініңде, тініңде, діліңде. Күріші бағышын, арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Қанында қазақ, жанында қазақ, ұлтыңның күріші бағышын, арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Жаныңда қазақ, ұлтыңның күріші бағышын. Арында қазақ, жалында қазақ, бар әлем танысын. Елімізді жалғастыратын көрші ауылымыз Жамбыл ауданы, Жамбыл ауылына осы туымызды тапсырамыз. Қарағаш ауылымызға.
жасай берсін.